Жылдам хабарнама. Әскерден келгендерге жақсы жаңалық. Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Егер жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймесін басып, видеоны соңына дейін тамашалаңыз. Әскерден келген университетке тегін оқи алады. Министрлік әскери борышын өтеп келген қазақстандық жастар жоғары оқу орындарына ақылы негізінде оқуға түсе алады. Бұл ретте олардың ОБТ-дағы бала ескерілмейді, ал әскерде жоғары нәтиже көрсеткіштері университетте тегін оқу мүмкіндігіне ие болады. Ал жауынгершілік дарияқтық барысында үздік нәтиже көрсеткен сарбаздар университет ұлысынан 100% жеңілдікте алынады, яғни оқу орнына тегін оқиды. Қазір 40 жоғары оқу орындарымен осындай келісім бекітілген. Олар тегін білім алу үшін 3000-ға жуық орын ұсынысып отыр. Бұдан бөлек әскери борышын өтеп келгендер жоғары оқу орындарында әскери кафедрасының емтихансыз тегін оқи алады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар.